Қайырлы күн, Тарих мектебі каналының тұрақты көрермендері. Бүгін мен сіздердің назарларыңызға Қазақстанның мемлекеттілігінің қайта қалпына келтірілуі, тәуелсіздіктің жариялануы туралы мәлімет ұсынғым келіп отыр. Өздеріңіз білетіндей, 20 ғасырдың 80-ші жылдарының бас кезінде Кеңес одағының барлық республикаларында аса ауыр әлеуметтік және экономикалық жағдайлар қалыптаса бастады. Экономикалық қатынастар күн өткен сайын қиындап, үлкен күрделі дағдарысқа әкеліп тіреді. 1985 жылы билікке келген бас хатшы Горбачев өзінің сәуір пленумында әлеуметтік экономикалық дамуды жеделдету бағытын жариялаған болатын. Ол барлық күш-жігердің барлығы экономикалық өсу қарқынын төмендетпеу және негізгі күш-жігерді осы бағытқа жинақтау есебінен іске асыруды жоспарлады. Алайда әлі уақытқа дейін әміршіл әкімшілдік жүйені сақтап отырған өмір кеңестік империя жағдайында жүзеге асуы мүмкін еместігін дәлелдеп бақты. Партия ол өзінің қоғамды жаңартатын, халықты соңына ерте алатын нақты күш деп әлі де өзіне сенімді болды. Бірақ қанша жерде съездер өткізіп жатса да, Кеңес социалистік республикалар одағын жақындап келе жатқан үлкен дағдарыстан құтқара алған да жоқ және құтқара алмайтын да еді. Өйткені халық шаруашылығында, әлеуметтік салада, мәдени саланың барлығында әміршіл әкімшілдік жүйенің қарама-қайшылықтары мен кемшіліктері өте көп болды. Халықтың әл-ауқаты барған сайын төмендей берді. Және оны қалпына келтіру үшін жекешелендіру, демократияндыру үрдістері қайта қалпына келтіруге тырысқанымен, негізгі шығынды Қырғиқабақ соғысындағы қаруландыруға жібергендіктен бұл тығырықтан шығу жолы ұсынылған жоқ. 1985 жылғы билікке келген Горбачевтың әрекеттерінің барлығы бос әңгіме болып қалды. Оның барлығының нәтижесін 1986 жылдағы Алматыдағы желтоқсан көтерілісі одан қалды. Тбилисиде, Бакуде, Вильнюста, Сумгаитеде, Таулы Карабақта, Вильнюста, Ферғанада өткен көтерілістер, оқиғалар көрсетіп берді. Горбачев Кеңес одағының таратылуы туралы келісімге қол қойғанмен, сол жүйені қайтадан қалпын ұстап қалуға, қалайда КСРОны сақтап қалуға қайтадан әрекет жасады. 1991 жылдың 18-21 тамыз аралықтарында тамыз бүлігі жүріп өтті. Бұны ұйымдастырған Кеңес социалистік республикалар одағының бұрынғы вице-президенті Янаев, премьер-министрі Павлов және мемлекеттік қауіпсіздік комитетінің төрағасы Крючков, ішкі істер министрі Пуго, қорғаныс министрі Язовтар, сонымен бірге жоғарғы кеңестің төрағасы Лукьяновтар төтенше жағдайлар жөніндегі мемлекеттік комитет құрып, барлық билік сол ұйымның қолынан ғана өтетіндігін мәлімдеді. Яғни іс жүзінде Кеңес одағындағы ескі билікті сақтап қалу мақсатында ұйымдастырылған Мәскеудегі төңкеріс болды. Бірақ Қырымда болған Кеңес социалистік республикаларының президенті Горбачевтың сыртқы әлеммен байланыс үзіп тастаған ТЖМК мүшелері оның қайтадан қызметке денсаулығы жарамайды деп хабарлады. Бұл төңкеріс 20 тамызда егеменді мемлекеттер одағы туралы шартқа қарсы бағытталған еді. Енді осы тамыз бүлігіне қарсы күресті Ресей президенті Борис Ельцин басқарды. Оны өте қолдаған Мәскеу қаласының мэрі және қала басшылары болды. Төңкерісшілерді жоғарғы шенді әскери мен партиялық номенклатураның шағын бөлігі ғана қолданып, оларды тамыз бөлігінің көп ұзамай басылуына әкеп соқтырды. 1991 жылдың 21 тамызы күні ТЖМК-ның мүшелері тұтқынға алып, үстерінен қылмыстық іс қозғалды. 1991 жылдың 8 желтоқсанында Беларусьтің, РКФСР-дің және Украина басшыларының барлығы Минск қаласында Беловеж
орманында кездесіп мәлімдеме қабылдады. 1990 жылы егемендік туралы декларацияны КСРО-ның басқа республикалары да қабылдады. 1990 жылдың 25 қазанында Республика Жоғары Кеңесінің Қазақ Кеңестік Социалистік Республикалар мемлекетінің егемендігі туралы декларацияны қабылдады. Бұл декларацияның негізгі мәні барлық мемлекеттерді дербес өздері шешеді. КСРО-ның заңдары қолданылуын тоқтатылады. Мемлекеттер өз шекарасында аумағына қол сұғылмайды және олар бөлінбейді. Және басқа мемлекеттердің территорияларына Кеңес одағының әскери базалары орналаса алмайды деген саясат енгізілді. 1990 жылы 4 республика Ресей, Украина, Белоруссия және Қазақстан егеменді мемлекеттер одағын құру туралы инициатива көрсетіп, Новоагрево келісімін талдау жөніндегі жұмыстарын бастады. Қазақ халқы өзінің ата-бабалары аңсап күткен, сонша жылдар бойы күрес жүргізіп келген тәуелсіздігіне қол жеткізгенді. Енді мойындай бастады. 1991 жылдың 1 желтоқсанда қазақ тарихында тұңғыш рет республика президентін бүкіл халықтық сайлау өтіп, халықтық демократиялық жолмен Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев президент болып сайланды. Қазақстан өзінің мемлекет екендігін мойындатты. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігін ең алғаш мойындаған Түркия, Америка болып есептеледі. Олар Қазақстанмен бірге шетелдерде дипломатия және консулдық өкілдіктер ашуға кірісіп, рұқсаттарын берді. Ал Алматыда шетелдік елшілік миссия, халықаралық және ұлттық ұйымдардың өкілдері де жұмыс істей бастады. Ендігі келесі мәселе Қазақстан Республикасының ішкі жағдайындағы тұтастықты нығайтып, экономиканы жөндеп, көп ұлтты елдік бірлігін сақтау мүмкіндіктеріне айналдырды. Яғни 1991 жылы президент сайлауы болып, тұңғыш рет президент атауы енгізілді. Ал 1991 жылдың 10 желтоқсанында Қазақ Кеңестік Социалистік Республикалары атауы Қазақстан Республикасы болып өзгертілді. 1991 жылдың 16 желтоқсанында Қазақстан Республикасы Жоғары Кеңесінің 7-ші сессиясында депутаттар Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы заң қабылдады. 1992 жылдың 4 маусымында біздің жеке дербес мемлекет екенімізді айғақтайтын ту, елтаңба, әнұран атты рәміздеріміз дүниеге келді. Жеріміздің бар екендігін, тіліміз бен діліміздің асқақ екендігін, тарихымызды енді қорықпай, еркін талдап, еркін жазуға тыныс берілгендігі мойындалды. Сол кезде 1992 жылда құшағымыз бауырларымызға ашық атты дүние жүзі қазақтарының тұңғыш құрылтайы өтті. Мен деп ата мекенін аңсап, жеріне оралуды сонша жылдар күткен қазақтарымызды бір тудың астына қайта жинаудың мүмкіндігі түсті. 1992 жылда Алматы қаласында өткен дүниежүзі қазақтарының тұңғыш құрылтайының алғашқы батасын беріп, қазақ еліне алғаш келген тұлға Құран кәрімді жатқа аударған халифа Алтай еді. Бұл оқиға қандастарымыздың қазақ деген ұлттың санын көбейтуіне, өз елдерінде мақтаныш пен жер басып жүрулеріне әкелген ең алғашқы шымылдық болды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.